Кейде жақсылық бір ғана шешімнен басталады. Адамға мүмкіндік беру, байқап көруге, үйренуге, өзіне сенуге. Қазақстан халқына қоғамдық қорының қайырымдылық қолдауы аясында біздің мектеп-интернатымыз заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілді. Олардың қатарында ағаш және металл өңдеу, қыш құмыра жасау студиясы, тігін шеберханалары, химия кабинеті және спорт алаңдары бар. Химия кабинетінде оқушылар ғылымның таңғажайып әлемін танып, жаңа білімнің сырын ашады. Шеберханаларда балалардың қолынан нағыз бұйымдар дүниеге келеді. Ал осы бұйымдармен бірге олардың бойында дербестік, өз күшіне сенімділік және алғашқы кәсіби дағдылар қалыптасады. Олар құралдармен жұмыс істеуді, тігін тігуді, бұйым жасауды, құрастыруды, бірлесе әрекет етуді және бастаған ісін соңына дейін жеткізуді үйренеді. Мектебіміздегі жаңа үлгідегі құрылғылар өте қызықты. Мен болашақта темір ұстасы боламын. Заман талабына сай станоктар бізде де болғанына өте қуаныштымын. Бүгінде мектебімізде 2 заманауи спорт алаңы жұмыс істейді. Ойын және көп функционалды спорт алаңдары. Бұл жерде балалар ойнайды, спортпен шұғылданады, қимыл қозғалыс үйлесімділігін дамытады, өзара әрекеттесуді және қиындықтарды жеңуді үйренеді. Бұл жеңістер бүгінде мектеп қабырғасымен ғана шектелмейді. Біздің тәрбиеленушілеріміз облыстық және республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Уважаемые представители фонда «Казахстан халқына», выражаем вам сердечную благодарность за вашу помощь для наших детей, за неоценимый вклад в образование. Вы снабдили наши школьные мастерские современным швейным оборудованием. И теперь для наших детей стало заниматься намного интереснее и занимательнее. Ең бастысы, көмек оны алған сәтте ғана аяқталмайтынын ұмытпайық. Жақсылық жалғасын тапқанда жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады.